қазақ грилден екінші тамақ ретінде осындай күрке тауықтың грилін алдық. Жаңа енді үлкен қойдың етін алып грилін жебедік, өте дәмді болды. Ал мына күрке тауық болса, одан да дәмді дейді. Енді көрсеңіз, қазір барлығын осылай қылып кесіп, қонақтарымызға ұсынайын деп жатырмыз. Өте дәмді иісі деген бұрқырап тұр. Қазір осының барлығын кесіп, қонақтарымызға алдына қоятын боламыз. Мына қараңыздар, кәдімгі деген былбырап піскен ғой. Еще деген ыстық болып тұр ғой. Егер де сіздердің үйлеріңізге де осындай сыйлы қонақтар келіп жатса, қонақ шақырып жатсаңыздар, күрке тауықтың грилін алғыларыңыз келсе, заказ бергілеріңіз келсе, осы қазақ грилге хабарлассаңыздар болады. Мына қараңыздар. Және де мына жерде осындай тұздықтар да бар екен. Және де осындай қасына